Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы микропроцессорлық жүйелердің элементтерін техникалық эксплуатациялау және IP ATS-ті баптау. Осы аптаның дәйек сөзіне келетін болсақ, бізде адал еңбек абыройдың бастауы. Яғни бұл сіздердің мамандықтарыңызға байланысты, бүгінгі істейтін жұмыстарыңызға байланысты өте жауапты және дәлдікті талап ететін жұмыс. Осындай жұмыстарды адал және ұқыпты сапалы орындау, бұл яғни маманның кәсіби абыройын қалыптастырады. Енді сіздермен бүгінгі сабақтың мақсатын анықтап алайық. Ол сабақтың мақсатын анықтау үшін ең бірінші видео көріп алайық. Ал енді құрметті студенттер, жаңағы бейне баянды көріп шықтық барлығымыз. Енді қандай бүгінгі сабақтың мақсаты деп ойлайсыздар? Бұл видеодан бүгінгі сабақтың мақсатын қалай анықтауға болады? Қандай ойларыңыз бар? Айдынкөл? Бүгінгі сабақтың мақсаты микропроцессорлық жүйелердің және IP ATS-ті баптау, практика жүзінде меңгеру. Жақсы, рахмет. Айдынкөл, рахмет жауабыңызға. Толықтыра кететін болсақ, яғни бүгінгі сабақтың мақсаты микропроцессорлық жүйелердің элементтерін техникалық эксплуатациялау және IP ATS-ті баптау әдістерін меңгерту, зерттеу процесінің кезеңдерін түсіндіру және оларды практикада қолдана алу дағдыларын қалыптастыру. Ал енді бүгінгі сабақта кім жоқ екенін түгендеп жіберейік. Әсем? Иса Ермұхамед ауырып жатыр. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сабақтан күтілетін нәтиже студенттер микропроцессорлық жүйелер мен IP ATS элементтерін талдап, ақауларды тауып және баптай алады. Техникалық ойлау қабілеті дамып, күрделі тапсырмаларды логикалық әрі инновациялық тәсілмен шешеді. Енді өткен тақырыпқа шолу жасау үшін сіздерге арналған тапсырма WordVal бағдарламасы арқылы, яғни сәйкестендіру. Сол бойынша біз қазір тапсырманы орындаймыз сіздермен. Бұл жерде сіздерге 3 пункт берілген, яғни әрбір пунктқа байланысты мына жерде берілген құралдарды қай макетке арналғанын белгілеп және сол терминнің анықтамасын сіздерге айту керек болады. Біріншіге кім шығады? Рамазан, қандай сіз терминді алдыңыз, қойдыңыз? Бұл қорғаныс білезігі тоқ ұрмау үшін қажет, қауіпсіздікті сақтауға. Қай стендке тән? Бұл электромонтаж жасауына. Жақсы, рахмет. Ол бізді коммутатор, ол IP ATS стендіне тән. Ол бізді бірнеше желілерді бір желіге қосады. Бұл бізде плата, бұл X-Lab әмбебап оқу тәжірибесінде бізге практикалық жұмысты жүзеге асыруға арналған лаборатория. Жақсы, рахмет. Енді біз сіздермен практикалық жұмыстарға кірісеміз. Ол үшін бізде 3 топқа бөлінген, яғни 3 деңгейлік тапсырма берілген. Бірінші бізде IP ATS стендтері, екінші WorldSkills стандарттары бойынша, яғни 3-ші модуль бойынша ақауларды анықтау және оларды жою. Үшінші бізде X-Lab әмбебап оқу тәжірибелік лабораториясы арқылы, яғни біз практикалық жұмысты орындаймыз. Сіздердің алдарыңызда әрбір студентке бақылау, яғни бағалау парағы берілген. Көріп тұрсыздар, өздеріңіздің алдарыңызда. Әр студенттің алдында бағалау парағы тұр. Сол бағалау парағын толтырып, өздеріңіздің, яғни бұл жерде 3 деңгей берілген, диагностикалық әдіс, яғни өзара бағалау, оқытушының бағалауы, яғни менің бағалауым, сіздердің сабақ, яғни соңында практикалық жұмыстарыңызды тексеріп бағалау қоямын. Және де соңғы бізде формативтік бағалау әдісі, яғни өзін-өзі бағалау. Осы 3
әдіс бойынша бүгін сіздерді бағалаймыз. Сіздердің әрқайсыларыңызға тапсырманы беремін. Бұл жерде практикалық жұмысты орындау алгоритмі жазылған. Яғни қай жерден бастау керек, не жұмыс атқару керек, соны бірінші практикалық жұмыстың алгоритмімен танысып, содан кейін практикалық жұмысты жасауға кірісеміз. Ал енді студенттер, сіздер практикалық жұмысқа кіріспес бұрын қауіпсіздік ережесін сақтауды біз сіздермен танысып өтейік. Яғни қауіпсіздік ережесін сақтау үшін әрбір студент өздеріңізге, мысалға монтаж столында отырған студенттер қауіпсіздік білезігін міндетті түрде сақтау керексіздер. Тоқпен жұмыс істейтін студенттер IP-тестте және X-Lab'да бұл жерде сіздер тоқты, яғни қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтау керек. Қауіпсіздік ережесімен танысып, сіздер әрі қарай практикалық жұмысқа кіріссеңіздер болады. Яғни бізге берілген тапсырма бұл SIP телефондарын бір-бірін байланыстыру. Ең алдымен біз LAN кабелі арқылы коммутаторды, SIP телефонын және де компьютерлерді орнатамыз, қосамыз. Одан кейін IP адрес арқылы кинетикқа кіреміз. Кинетикқа кіргеннен кейін екеуіне де номер қоямыз және де ат қоямыз. Мысалға, бұда студент болса, бұда техник дейтін ат қойылады. Сол бір-біріне байланыстырдым. Телефон номерларын берін, е? Иә. Қандай номерлар берін? 20-25, 50-52. Жақсы, рахмет. Бізге берілген тапсырма операциялық күшейткіш. Біздің мақсатымыз вольт амперлік сипаттаманы алу. Біз вольт амперлік сипаттаманы алу үшін тоқ күшімен кернеуді өзгерте отырып, бізге керекті осындай схеманы ала аламыз. Бізде қорытындысы осындай болды, нәтижесі. Вольт амперлік сипаттамадан осциллографтан осындай схема алдық. Есебін жазып, Wordқа сақтап,
жұмыс столына сақтап қойыңыздар, барлығын толтырып қойдыңыздар, иә? Аха, Жақсы, рахмет. Біз бүгін WorldSkills чемпионаты бойынша төрдің ақауларын анықтау тапсырмасын орындадық, және де ол жерде бізде жарық диоды және оң жақ батырма және де платаның сол жағы сынық болды. Аха. Сіз қандай түзетулер енгіздіңіз? Біз бұл жерде жарық диодының орнына орналастырдық, ол болмады. Және де оң жақ батырма болмады, оны да орналастырдық. Және де платаның сол жақ бұрышы сынық болды. Оны жөндеуге келмейді, яғни жаңа плата ауыстыру керек. Жақсы. Қандай құрал жабдықтар қолдандыңыз? Біз бұл жерде мультиметрмен вольтметр және амперметрді анықтадық. Жақсы, рахмет. Жақсы, біз сіздермен практикалық жұмыстарды аяқтадық. Енді сол практикалық жұмыстарды жалпы бүгінгі сабақты бекіту үшін сіздерге берілген QR код арқылы, яғни Genially программасы арқылы QR кодты сканерлеп, сол жерде берілген бекіту сұрақтарына жауап берсеңіздер болады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Енді біз сіздермен бағалауға өтейік. Сіздердің алдарыңызда бағалау парағы тұр, яғни диагностикалық әдіс бірінші бағалауды біз қойдық, екінші бағалауды мен жинап алғаннан кейін сіздерге қойып шығамын, және бізде үшінші өзін өзі бағалау, жаңағы тест нәтижелерін сіздердің экрандарыңызда шықты, иә? Сол экрандағы нәтижелеріңізді осы бағалау парағына жазып шығыңыздар. Әсем, бағалау парақтарын маған жинап берсеңіз, топтан. Енді бүгінгі сабақты аяқталуына байланысты сіздермен кері байланыс алсам, ол үшін сіздердің алдарыңызда тұрған QR код арқылы Padlet бағдарламасына өздеріңіздің бүгінгі сабақ жайлы өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.